Сәлеметсіздер ме? Шәлем достар. Мен атым Аружан, жасым 4-те. Біздің алдымызда тұрған не заттар мынау? На Кока-Кола, су. Бұл су, газдалған суытсындар екен, я? Бұлардың адам ағзасына қандай зиян екенін білесіңдер ме? Иә. Оны біз қазір тәжірибе жүзінде анықтайтын боламыз, я балалар? Иә. Аружан аузын аша қой. Енді осы суды кәне қозғап көрейік, кәне қозғаймыз, әйтеуір қозғап. Қозғаймыз. Аружан. Көрдіңдер ме балалар? Бұл біздің асқазанымызға барған кезде де осылай ішіміздегі біздің асқазанымызда осы газдар осылай біздің асқазанымызды үлкейтіп, біздің ағзамызға көптеген зиян жақтарын тигізеді екен, я балалар? Иә. Біз газдалған сусындарды ішуге болмайды екен. Тағы да біз тәжірибе жұмысын жасап көрейік, иә? Иә. Бір мына шыны ыдыс, ол үшін бізге шыны ыдыс, жұмыртқа, газдалған сусын және кола керек болады, иә? Мына шыны ыдысымызға сусынды құямыз. Айтөре, аузын аша қой. Аружан. Енді ыдысқа мына сусындарымызды құямыз. Құя қой. Айтөре. Болды. Енді мына қолымыздағы жұмыртқаны осы сусынға саламыз. Сал. Жарайсыңдар балалар. Енді мына қолымыздағы қасықпен жұмыртқаны аламыз. Біреуіміз алайық. Аружан, мына қолымдағы жұмыртқаның түсі қандай болды? Қоңыр. Қоңыр болды, өйткені оның мына сусында қандай зат бар екен? Бояғыш зат бар екен, я? Біздің жұмыртқамыздың түсі қоңыр болды. Ал Айтөре, сенің қолыңдағы жұмыртқа ақ болды түсі, я? Өйткені бұның құрамында ешқандай бояғыш заттар жоқ екен. Газдалған суды біз ішуге болмайды екен. Бұл біздің ағзамызға өте зиян заттар екен, я балалар? Иә. Біздің осымен тәжірибе жұмысымыз аяқталды. Сау болыңыздар.